жүзім ұлулары. Сәлем біздің табиғат сүйгіштер. Бізге бүгін осындай жүзім ұлуларын алып келді. Жүзім ұлуларының отаны орталық және оңтүстік шығыс Еуропа болып саналады. Көне заманнан бері жүзім ұлуларын деликатес ретінде қолданған, яғни оларды тамақ еткен. Олардың көздері көрмейді. Олардың көздері тек қана түн мен күнді айыра алады. Олардың 5 қабаттан тұратын қабыршақтарына олар тығылады. Олар яғни өздеріне қауіп төнуіне тығылады. Олар өздерінің ішінен шыққан шырыштарын адамдардың беттеріне массаж жасағанда адамның терісіне жағылып оның әжімдерін кетіреді, және де адамның түсін жақсартады, және де оның пигментацияларын кетіреді. Жарайды, енді біз оларға уақытша террариум жасаймыз. Бізге осындайдың жетеуін алып келді. Мен өзіме осы ұлуды таңдадым. Ол ұлуға мен Гери деп ат қойдым. Спанжбобтен өзгершін. Мен бұл ұлудың атын Анжела деп қойдым. Ал қалғандарының біреуінен ініміз өзіне біреуін таңдап ат қойды. Мұнан ішіндегі ұлуларды басқа жақтарға апарамыз. Оларды алу үшін бұлай тартуға болмайды, және олардың қабыршақтарын көп ұстауға болмайды. Оларды тек бұлай зырғанатып алу керек, немесе үстіне астырады. Біз ол үшін суды кішкене құйып аламыз. Барлығын без жуу үшін бөлек. Оны шайқаймыз, сосын төгеміз. Ішіне кішкене қалған сулардың тамшыларымен сүртіп шығамыз. Міне толық ұстаған жоқ, бірақ сонда да. Біз өзімізге уақытша осылай өтіріп, осыны еш жасап алдық, қағазбен соған саламыз барлығын. Ләх жасаймыз. Осылай кесіп дайындап қойдық. Міне осы біз кішкене құм дайындадық. Біз осыны тек бір шетіне ғана қоямыз. Барғысы келетіндер ғана. Енді оны осылай жерге жабысып қалғандарын сосын бұлай айтпақшы, бұл ұлуларда 13 мыңнан 25 мыңға шейін түстер болады. Ол түстер өте ұсақ, кейбір кезде олар даже көрінбейді. Тоқтаймыз. Енді осылай дайындап алғасын салат капусталарды қоямыз. Картоп қойдық кішкене, өсімдіктер. Міне, енді оны біз мына жерге қоямыз. Және де осының ішіне су құямыз. Және де оларға кішкене өсімдіктер керек. Оны түсіп қалған заттарын алуға болады. Бұл әдемілікке және тамақ ретінде. Ал енді ұлуларды салайық ішіне. Олардың үйлерінде су, тамақ, жер бар. Бірақ келесінде біз бұдан да жақсырақ қылып жасап көреміз. Және де бұл тіршілік иелері гермафродиттар. Гермафродит деген ол бір кезде ұл, бір кезде қыз. Өздері біледі. Олар өте
өте қызық жануарлар. Олар қолдарыңа қойғанда олардан қызық сезімдер аласың. Қатты жабысқақ болған соншама олар дейтін мынандай деп отырады. Бір кезде біреу мынаны көтеріп отыр, бірақ үлкен деудесін. Не деп жатырмын? Олар бір жұмыртқа салған кезде 300-ден 1000-ға шейін апара алады. You have my heart, you have my soul, you have my whole